Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Әдеттегідей бүгін өндірістік сабақ. Бүгінгі құрметті студенттер, қазанның 5-ші күні біздің өндірістік сабағымыздың тақырыбы, кәне келесі машина беріңіз. Электр қосқыштарды жүндеп іске қосу. Әне, дәптерлеріміз жазып қояйық тақырыпты. Олай болса, құрметті студенттер, біз енді әдеттегідей жаңа тақырыпты бастамастан бұрын, әрине өткен тақырыпты шолып өтеміз. Сабағымыздың мақсатымен таныстырып кетейік. Негізгі сабағының мақсаты электр және электр жабдықтарды пайдалану қызметін көрсету және жөндеу бойынша әдістерді меңгеру. Демек, бүгін біз электр қондырғыларды мына ақауларын тауып, ақауын жөндеп, немесе өзгертіп, жұмысқа іске қосу. Енді біз мақсатымен танысып болсақ, өткен тақырыптарды шолып өтейік. Өткен тақырыптар бойынша қазіргі қарасаңыздар спорттың қысқы зимний олимпиаданың небір түрлері тұр. Үй тапсырмасы ұяшықтарды таңдау арқылы сұралды. Теория мен өндірісті ұштастыру барысында оқытушылардың бейне сұрақтары қойылды. Техникалық қауіпсіздік ережесімен танысты. Бұл студентте тұрған асинхронды қозғалтқыш, және бұл асинхронды қозғалыстың екі түрі бар, қозғалатын, қозғалмайтын. Мынау тұрған осы статор қозғалмайтын бөлшегі болып келеді. Бұл ішінде мыс болады, мыс орамалы болып келеді. Және бұның ішіндегі ротордың өзекшесі болып келеді. Ротордың өзекшесі деген айналатын айтады. Және қапталындағы екеу қақпақтары. Бүгінгі тақырыпта біз қозғап атқанымыз алдымызда тұрған асинхронды қозғалтқыш. Әрі жүрегіңіз атайды. 10 амперлік батырмалы қосып ажыратқыш. Жаңа Балтабай айтып кеткендей, қосып ажыратқыштарды магниттігі бар және контакторлы деді. Мынау контакторлы 2 амперлік, 10 амперлік қосып ажыратқыш. 2 батырмалы. Міне тұр, осыны бүгін қосып ажыратамыз. Міне суреті міне тұр, қараңыздар. Енді бұған міндетті түрде электр қозғалтқыштарды 3 фазаны бір басына айналдырған не керек? Өздеріңіз білесіздер. Конденсаторлар тұр, конденсатор түрлері керек бізге жинағы. Әрі қарай жүрмеңіз. Енді конденсатордың түрлері керек деп бекер айтқан жоқпыз. Конденсатордың қандай түрлері болады? Дұрыс айтасыздар. Пусковой немесе қосқыш конденсаторлар. Бұлардың айырмашылығын тек қана мамандар біле алады, біз сияқты мамандар. Бұда пусковойда не дейді? Не деген жазу болады? Статорс, іске қос деген сөз. Өздеріңізге мәлім. Жаңа сабақ барысында жөндеу туралы мәлімет берілді. Профилактикалық жөндеу, жөндеу түрлері жоспарлы тыс және де ағымды жөндеу туралы мәліметтер берілді. Асинхронды қозғалтқыштың жұмыс принципі және қосылу тәсілдері көрсетіліп түсіндірілді. Енді ары қарай біздің жұмысымыз әрине қосып ажыратуға қосу. Қосып ажыратусыз электр қондырғыларын қосуға бола ма? Жоқ. Болмайды, дұрыс айтасыздар. Болмайды. Өткенде оған салмақ түседі, белгілі бір салмақтар түседі. Оң заңы қолданады. Енді қараңыздар, қосып ажыратуда біз нені қолданамыз? Қосып ажыратқыш, контакторлы батырманы қолданамыз, Алдарыңызға тек карта көріп тұрсыздар ғой. Соған мұқият қараймыз, Осы бойынша енді жұмыс істейміз. Айболат келіңіз, көмек беріңіз маған. Айболат келіңіз. Енді балалар, біз жұмыс істейтін кезде міндетті түрде қолғап дұрыс айтасыздар. Сабақ барысында бірінші модульмен электр қондырғымызды тексеріп, сынақтан өткізіп, жөнделетін ақауын тауып, жөндеп, қосу жұмыстары жүргізілді. Жаңа тақырыпты бекіту барысында көмекші тақта арқылы берілген тапсырма бойынша бір фазалы асинхронды қозғалтқышты білімгерлер өздері келіп, жалғап, қосып, жөндеу жұмыстарын жасауда. Әне қосып көріңіз. Іске қосылды. Демек, көз жеткізіп қоя, сұлбаны дұрыс жинады ма? Ағымды нұсқау барысында әр оқушыға берілген тапсырма бойынша жеке-жеке тапсырмалар беріп тексеру барысы. Мен сізге жаңа лампочка керек қоя? Бәрін тексеріп алдым қоя? Екі позиция, бір включатель жану керек. Мына схема бойынша жалғап атсыз ба? Жалға беріңіз. Мына жақта енді
Мына жерде Әмірұлы Орынбек пен Жарқаған Байболат па? Сіздер не жұмыс істеп жатсыздар жаңа? Мына тек карта бойынша, иә? Моторды электр қосып жатсыздар ғой, иә? Ашып, жалғап, қайтадан тексеріп жатсыздар ма? Тексеріп жатыр. Балтабай, қожам, не жалғап жатсыз? Нені жалғап жатсыз? Электр қондырғыны, иә? Электр қондырғыны жинақтап жатсыз ғой, иә? Болып қалдыңыз, енді мына несін қосып жатсыз ба? Тоқ көзін, фаза мен нені? Нөлді. Тексеріп нетіп алдыңыз ғой, иә? Фаза мен нөлді. Қазір қосатын кезде фазаны фазаға нөлді қосасыз ғой, иә? Болдыңыз ба? Кәне қосып көріңіз, болып қалыпты мына. Қожам Балтабай. Дұрыс. Түймелердің бәрін тексердік қой, иә? Вольтметрді өлшеу аспаптың аспабы бар. Қосып ажыратуға жарық лампысын қойған. Егер дұрыс жалғанған болса, онша қосқышты қосқан кезде қосу дегенде қосудың орнына лампы жағу керек. Тоқта дегенге мына біздің спиралдық лампымыз жағылған. Болсаңыз, мен қосып көрейін. Демек, қостыңыз. Енді автомат жоғары көтеріп көріңіз. Демек, моторымыз, электр қондырғы, қандай қондырғы? Бір фазалы электр қозғалтқымыз жұмыс жасап тұр. Burada жаңа PM2 қандай? PM 211-лік 380-лік ісі қосқыш магниттік пускательіміз жұмыс істеп тұр катушка арқылы. Енді тоқтаны басқан кезде тоқтау керек. Қатты басылсын. Міне. Тоқтайды. Қайттан іске қосатын кезде стоп жібергенде көрсетіп тұр. Мына жерде бізде тұрғанымыз вольтметр мен амперметрді өлшегіш көрсетіп тұр, иә? 220-ны нені көрсетіп тұр бізге. Дұрыс? Керемет? Елдос Өмірбек Елдос, сізге берілген тапсырма? Қандай тапсырма? Бір фазалық электрқозғалтқышты магниттік пускатель арқылы жалғау. Дұрыс айтасыз, техникалық нұсқау картамыз тұр, иә? Сыз бала тұр. Burada электр қондырғымыз қай нелік? Бір фазылық, иә? Бір фазылық, 220 вольт. 220 вольттық, дұрыс айтасыз. 220 вольт не арқылы қосылайын деп жатсыз сонда? Не арқылы? Мынау магниттік, не бұл? Пускатель, немесе азыратқыш, магниттік. Бұның мақсаты ішіндегі жұмыс істейтін элементі қандай? Орамы бар, дұрыс айтасыз, е? Орамның қуаты қандай несі? 220 вольттық па? Сіз енді бастап жатсыз ба, жалғастырып? Жалғастыра беріңіз. Дұрыс? Білім алушылардың берілген тапсырмалары өз деңгейінде орындалып, формативтік бағалау арқылы бағаланды. Және үй тапсырмасына шартты белгілерді қайталау тапсырылды.